Сәлем достар, Настука World арнасынан қош келдіңіздер. Бүгінгі видео бізде аспазшы қыз бірінші бөлімі. Менің еңбегімді бағалап, лайктарыңызды басып, подписканы басып, колокольчикті басып кетіңіздер. Ендеше достар, біз сериалымызды бастайық. Мәссаған. Қандай әдемі. Әпкем айтқан қандай жақсы болды. Мына жерде дейтін ғой, демалатын орынды, диван, мына жерде қонақтар отырады ғой, және қазір мен мына жастықтарымды қоюым керек әдемі етіп. Мына жерде қонақтар отыра ма? Қандай әдемі. Маған өте қатты ұнап тұр ше. Не қойып қойыпты ғой. Әпкеме рахметімді айтамын. Мына туалетті айтсаңшы. Бірақ сасық қоймаңшы. Әпкем айтпасам. Так. Вау, менің ең сүйікті орным, менің сүйікті бөлмем осы асхана. Мен ғана жұмыс істеймін осы жерде. Кайф қой. Жөнде мен ыдыстарды өзім жумаймын. Мен мынаға саламын. Қандай рахат еді. Мына жерде еш өздің соқтарды өзің жасамайсың. Осындай өздері құйып жасап береді. Мына тамақтарды заказбен алдыртқан ба? Әпкеме көп рахмет. Жақсы, онда мен жұмысымды істей берейін. Ойбай, сосын ондай открыт дегенді открыт немесе закрыто деген жазу қойдырту керек еді. Әкеме немесе әпкеме айтармын. Мына кісілер жұмысты күшті қылдырып жасапты ғой. Қандай күшті. Сіңлім не істеп жатыр екен? Көріп қуанып қалған шығар. Мына мебельдерді, жиһаздарды көріп. Вау, қандай әдемі. Әпке келдіңіз бе? Иә. Келдім. Мына күшті ғой, орналастың ба? Иә, орналасып алдым. Енді мен сізді тіктен-тікке шақырған жоқпын. Айта бер. Енді бұл жұмыс орнын білесіз. Енді открыто, закрыто деген жазу алайықшы. Соған бола шақырдың ба? Қазір мен соны біліп, жұмыскерлер шақырдым ғой. Сол жерді қайтан төзеліп кетеді. Жақсы болды, рахмет. Ал мен жасап берді. Енді сен өзің қарасаң болады. Жақсы, жүріңіз қарайық. Жүре ғой. Ал енді қалай шығыпты? Айта ғой. Мәссаған. Қандай әдемі. Өте әдемі болыпты. Сізге көп рахмет. Жарайды, менің қолым бос емес енді. Мен енді өзімнің жұмыстарыммен кете берейін, жарай ма? Жарайды, бара беріңіз. Жақсы. Жұмысыңа сәттілік. Әпкеме көп рахмет. Енді мына жастықтарды орналастырып, әдемі етіп қойым керек. Так, мына жастықтарды бірінші. Істеп алдым мен. Так, мына жастықтарды мен мына жерге қоя тұрайын. Әзірше ғана болды. Ал енді мен кеттім. Сосын жерге менюларды қойыпты. Жақсы болды. Так болды, енді кеттім мен. Мәссаған. Осындай да бір кафе ме? Сондай ашылып
айтты ғой, кондитерский кафе ма сондай. Мә саған қандай әдемі, менің құрбым кәсіп бастайын деп жатыр еді. Ва, мен де бір осындай бір кәсіп бастасам ғой, ашық деп тұрып, әдемі етіп жазып қойыпты, еще менюлары әдемі жазған. О, әсел. О, Меруерт, сәлем. Сәлем, қалайсың? Жақсы, өзің қалайсың, құрбым? Жақсы, бә кәсібің құтты болсын. Рахмет. Енді маған тамақ берерсің, иә? Иә, беремін, мен тіпті заказ қабылдаймын. Онда бүгін жақсы болды ғой, заказ қабылдайтын. Бүгін әкемнің туған күні еді, соған бір әдемілеп тұрып торт жасап берсең. Иә, жасап беремін ғой. Қандай торт жасап берейін? Шоколадный, сметанный, пирогтар да бар енді. Маған шоколадный торт керек. Жақсы. Онда мен де тамақ ішіп кетейін, иә? Иә, ішіп кет. Мені білесің ғой, тамақтарды қалай дайындайтынымды. Иә, білемін ғой. Жақсы, онда қазір орналаса берейін, иә? Иә, орналаса бер, менюларды қарап дегендей. Жақсы. Так, жарайды, мен бірінші заказды жасай берейін. Құротқанша. Так, менің өзімнің шоколадный торттың рецебі бар. Так, мынаны қосамын. Мынаны қосамын. Болды. Енді есікті жабайын холодильниктің. Енді. Так. Қосамын бір-біріне. Мәссаған қанды әдемі болып бізді. Енді духовкама салып алайын. Кішкене ғана болды. Міне. Так, болды енді. Так. Енді мен бұны мерекелік неге салып берейін. Так, болды. Әдемі болып тұр. Енді қазір заказын апарып берейін. Құрбым, міне сенің тортың дайын болды. О, рахмет, айтпақшы, мен менюларды қарадым, маған барлығы ұнады. Так, білмей тұрмын, пицца келіп берші, ашы емес, тәтті сырмен. Жақсы, қазір әкеліп беремін. Не сырды да, пиццаның тестасын да алып алдым. Міне, ал пицца дайын, енді осы бір тарелкаға салып берейін. Так, сусынға не керек деп сұрайын. Ал міне сыр қосылған пиццаң дайын болды. Енді дамын татып көр. Әрине татып көремін. Рахмет көп-көп. Оқасы жоқ. Жақсы, онда мен бара берейін. Менің күнім осылай. Құрбым келді бірінші. Және де ол заказ берді, яғни тортқа заказ берді. Осылай менің бірінші клиентім келе бастады. Әрине маған бұл содан кейін маған көп клиенттер келе бастады. Маған әрине бұл клиенттерді көріп өзім шок болдым. Және де әрі қарай мен жұмыс істеуге тәжірибем ашыла бастады, желанием ашыла бастады. Тәді деуге болады. Ал достар, осымен бізде аспазшы қыздың бірінші бөлімі аяқталды. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Ұнаған болса менің еңбегімді бағалап, лайктарыңызды басып, комментер жазып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Достар, сау болыңыздар.